Ғасырдың сыры құйылып қалған, асылдың сынығы жиылып қалған маңдалам, жолдарың жатар шуда жіптей ұшып алып, түсіп бір қалған арбадан. Ақтөбе қаласының тарихы 1869 жылдың 28 мамырында басталған. Бұл күні Ақтөбе деп аталған әскери бекінісінің негізі қаланды. 1869 жылдың мамырында Қабда мен Елек өзендерінің аралығына флигель-адъютант граф фон Бук басқарған жасақ жіберілген. Осылай, Лев Палеозек атындағы өлкенің әскери губернаторы Елек пен Қарғалы өзендерінің қосылысқан жерінде Ақтөбе бекінісін салуды тапсырылып, сол күннен қаланың тарихы басталған. 1874 жылы Ақтөбе қаласының аумағында құрылыс салу бас жоспары алғаш рет әзірленген. Бұл құжат бойынша Актюбинскі бірнеше аудандарға бөлінген. Атарбановка, Татар Слободасы, Құрмыш ауданы. Сонымен бірге қалада 5 тұңғыш көше пайда болған. Георгиевский, Илецкий, Оренбургский, Крепостной, Гарнизонный. Көше атаулары нені білдіреді? Біз туған және өмір сүріп жатқан қаламыздың көшелерінің тарихын білеміз бе? Олардың атаулары өткен мен осы шақтың мәңгі тірі бейнелер туралы түсініктер. Көше қаланың келбетін анықтайды. Тәуелсіздікке қол жеткізгелі елімізде ономастика мәселесі терең қозғалып, келелі істер, әкімшілік аумақтық бірліктерді ретке келтіру, елді мекендерді қайта атау және тарихи географиялық атауларды қалпына келтіру жұмыстары үздіксіз жүргізіле бастады. Ел есінде сақталған байырғы атаулар соңғы жылдар көлемінде қалпына келтіріліп, қазақ өмірі, қазақ тарихына еш қатысы жоқ атаулар өзгертіліп жаңартылды. Бұл тарихи үрдіс саяси маңызды шарадан өзіміздің Ақтөбе қаласы да сырт қалған жоқ. Демократиялық үрдіске қол жеткізген 90-шы жылдардың басы қаламыздағы ономастикалық атаулардың жаңа мазмұнында қалыптасуына ықпал етті. Мұны 1991 жылдан бері қарай шығарылған шешімдегі зиялылар есімдерінің жаңғырып, көше аттарының өзгеріске ұшырауынан байқауға болады. Егемендік алған жылдардағы ұлттық болмысымызға сай ономастиканы қалыптастыруға жол ашқан айтулы кезеңнің қала тарихында рөлі орасан. Қала аумағында тарихи атауларды қалпына келтіру, сақтау және олардың атын өзгерту ісінің оң шешімін табуы, әсіресе қалалық тілдерді дамыту бөлімі құрылған 2005 жылдан бастап қарқынды қолға алынды. 2005-2010 жылға дейін 5 жыл аралығында 200-ден аса көшеге атау және қайта аталды. Бүгінгі күні қаламызда 626 көше бар. Ақтөбе көшелері әр тарихи кезеңде саяси ахуалдарға сай өзгеріп отырды. Тарихы арқылы танылған, жұрт санасында сан жылдар сіңісті болған атаулардың сырына үңілмей, өзгерту халық тарихына қиянат. Қалаға атау беруде осыны ескере отырып, көбіне ұлттық таным, ұлттық мүдде басты орынға қойылды. Бүгінгі жаңа атау ертеңге мұра, халықтың бүгінгі тыныс тіршілігінен хабар берер дүниелер. Атау тегіннен тегін, кездейсоқ қойыла салмайды. Көше, нысан, даңғыл, ауыл аймақ болсын, қай-қайсысы да елді мекеннің құрамдас бөлігі ғана емес. Олар ұлт тарихының құрамдас бөлігі болып табылады. Ақпараттық насихаттық қызметті бойға жинай отырып, атаулар халқымыздың тарихынан сыр шертеді. Жас ұрпақты салт дәстүрін, дінін құрметтеуге, сақтауға тәрбиелеп, отанға, еліне, жеріне деген патриоттық сезімін оятары хақ.